Ту. Тағы да бір рет. Мәрәр. Қалай онда получается? Вот так. Ра. Ға тоқталасыз. Мәрәр Ту. Мәрәр ту. Умир ту. Амартум. Да? Баракаллаху фик. Әдемі қыз. Стараюсь. Менде. Умиртум. Умиртум. Ага. Так, это тум. Так, тум. Правильно? Я енді біріктіріп оқыңыз. Муриртум. Енді мен өзім сама начала. На, ни, ну. Енді на, да. Ан, ин, зин, ми. Жоқ, м, асықтан. Ана. Мән. Да? Мән. Мин. А вот это не знаю, как это. это. Қатемен кетіп қалды. Бұл әріпте келген жоқ. Ләм әріпі. Бұған қарамаңыз. Бәсе, мен былай да қарадым, неттім, что-то не понимаю, хотя это. Так, енді на жоқ, р емес ол. Бұл қандай? Нун әріпі. Мынау әріп қой сөздің басында тұрған. Анта. Вот мен шатасам понемножку. Анта. Сіз мынаны жаздыңыз ғой, иә? Өзім жаздым ғой, сіз маған енді осы мына әріпіне кішкене мысалдар келтіріп тоқтату. Переводится. Анта это ты. Ты. Осыларды жазыңыз, идеймен осы сөздіктерді жаттап бастаңыз. Мән анта. Қайталаймыз тағы да бір рет. Мән. Кто? Мин. Из. Енді мен Қазақстаннанмын. Ана деген мен. Мин. Қазақстан. Ана, мин, Қазақстан. Ол жерде енді Қиыстан деп жазамыз. Қазақстан. Окей. Енді сен қайдан боласың? Мин. Айна. Анта. Тағы да. Мин, Айна, Анта. Жауап береміз. Бұл откуда ты? Ана, мин, Казахстан. Ал жалпы кто ты? Мән анта. Молодцы. Сіз жаңа енді мына жерде жаңа з-мен бар, р-мен бар шатыстырдыңыз. Сіз оны шатыстырмаңыз. Енді былай, қалай оны шатыстырмайсыз? Қараңыз, р әріпі жазамын, және з әріпі қайталай беремін. Бұларды өйткені сіз ұмытып қаласыз. Және дәлі, әлі өткен жоқпыз, зәлі, уау, алиф. Осы әріптер өзінен кейінгі әріптерге жалғанбайды. Р, нау, за. Ал нун әріпі өзінен кейінгі әріпке жалғанады. Сіз әлі алда, нунда да бір нүкте бар ғой, және з-да да бір нүкте бар. Сондықтан да сіз шатыстырып атсыз. Ол табиғи, ол нәрсе, бәрі шатыстырады. Енді сіз бұдан кейін түсініңіз, з әріпі өзінен кейінгі әріпке жалғанбайды. Солай шатыстырмаңыз. Ал нун әріпі өзінен кейінге жалғасады. Сондықтан сіз 100% ойлайсыз сенімді түрде бұл н деп. Жалғанып тұр, значит н бір нүктесі бар. Жақсы? Ал з, ол қараңыз мені, жалғанбайды, түсіп кетеді. Келесі сөзге жалғанып тұрған жоқ. Онда получается здесь н, нам, да? Анта. Аудармасы не дедік? Анта? Сен. Қайталап отырамыз. Мән деген кто? Мән кто? Мин. Из. Анта. Ты. Сен. Вот здесь можно так поставить. Ручками жасай бересіз ба? Ага, мы өзім дап берем ғой. Ты, потом мән. Мин из. Карандаш просто надо было мне. И мән кто? Кеттік па? Келесі. Тамаха. Енді так.
бірінші н, иә, мына қараңыз, н қайтадан бірінші н бұл сөздің басындағы н. Міне сөздің басында осылай жазылады. Сөздің ортасында осылай жазылады. Және сөздің соңында осылай жазылады. Онда будет н, төмен сөз н, и, ни, мим, мынау. Ним, Тамаша. нимта, нимта, да? Нимтаха. Енді м, ан, ут, нет, самое, Бірінші н, на, зиру, да? На, зиру, на, зи, ну, на, зину, да, так, это мы, да? бірінші әлиф тұр, Мәр, ну, абарна, Тамаша. абарна, амарна, енді мир, на, мирна, мә, рар, нет, мәрар, на, марарна, ну, мы, мурирна, мурирна, да, бірінші амар, рар, әм дегенде тоқтайсыз ғой. рар, Тамаша. рарна, амарарна. Когда она вначале читается, рарна, да? Тамаша. Мен біріктіріп тез оқып. Амрарна. Давайте еще раз. Не, я не хочу торопиться, мне в голову вошло. Главное түсінгеніңіз, Да, бірінші хоть не кай будет, я все равно буду ходить. бірінші фундамент мықты қаланса, ары қарай уже оңай кетеді. Маған вот эти буквами нужно разобраться, как она читается, а потом лекция уже будет. Енді ан, ин, зән, Хата. Қате. за, И төменге түсіңіз. зин, зин нет сам, господи, зин, енді мун, так, Бірінші әріп, сосын хат. мән, да? Бірінші ана жерде, когда осылай болғанда, буква идет, а потом уже звук, да? А если былай болғанда, вначале вот это идет, а потом вот это идет. Вот это мне нужно научить, это соны түсініп алу керек, Так, дальше. Ну-ка, так. Так. Зи, так. На, мән, мин, ан, мә, мә. Анта, да. Анта. Енді на, нет, Төменге түседі. нит, Ним. та. Тамаша. Нимта. Тум. Тамаша. Тум. Так. Ним, тум. Тум. Мим, тум. Ним, тум. Ним. Нет, подождите. Ниже, да, это идет? Ним, тум. Енді дұрыс болды. Ним, так, ним, тум. Ним, тум. Так, енді, yes. Так, та. Хат, иә. Нет. Бір нүктесі бар. Сөздің басында бұл н. На. Так, на, зи, ру. Тамаша. На, зи, ру. Енді, на, Дұрыс. зи, нум. На, зи, ну. Тамаша. Енді, мәр, на. Амарна. Да? Жақсы. Жақсы. Енді, мир, на. Тамаша. Умирна. Енді,
нәр. Хата, қате. Мим әрпі бірінші. Это мы идет. Вот. Так. Мир. Ра. Қате. Так. Ми. Бірінші м, мә. Мә. Ра. Тамаша. Мә. Ра. Тамаша. На. Тамаша. Марарна. Дальше. Это мы, да. Нет. Тамаша. На. На. Енді на. Правильно? Өте дұрыс. Біріктіріп жіберіңіз енді. На. Тамаша. Мне нужно не спешить, ладно? Потому что чтобы самой разобраться. Дальше че? Яй әрпі. Қандай болады? Яй әрпі. Бұның аталуы яй. Яй деп аталады, яй деп аталуы, бірақ и созылмалы идің дыбысын береді. Сонымен бұл сөздің басында былай жазылады. Т әрпінен шатыстырмаңыз. Т әрпінің нүктесі үстінде, жанына жазып қоя салайық. Екі нүкте ол төбеде тұрған. Бұл Т әрпі. Ал астында тұрған и әрпі. Сонымен мынау сөздің басында осылай жазылады. Ал енді сөздің ортасында былай алып келесіз. Алдыңғы әріпті, ортасында ғой себебі. Сосын былай жалғайсыз. И мына жерге нүктені қоясыз. Осы жерге айдалған мына жаққа кетіп қалмасын. Сөздің ортасында осылай жазылады. Ал сөздің соңында алдыңғы әріпті жалғап алып келесіз да, бастапқыда қалай тұрды, солай болып қалады. Былай жүргізіп жүресіз. Тағы бір рет көрсетейін. Былай алып келесіз и былай кетесіз. Енді өзіңіз жазып көріңіз, үйде өйткені жазуыңыз керек. Қазір жазып көрсетіңіз маған. Жанна. Ол екеуі қиын емес, ең үшінші қиын. Жоқ, нүктені айдалаға кетпесін, қасына түссін. Осылай бастадыңыз осы жерден, и соның басында түссін. Қалай болады? Түсіндіре алдым ба, әкеңіз? Ручканы беріңіз маған. Нүкте мына жерде басында тұрсын. Түсіндім. Мына жерде емес. Тағы бір рет жазыңыз. Тамаша. Жақсы. Еще один и все. Тамаша. Так, енді мынау да. Сөздің ортасында. Так. Дұрыс, жақсы. Енді ортасына да. Сол жерге қойыңыз. Қазір еще раз. И мына жаққа, ну, чуть-чуть. Мына жерге, и мына жерге тұрса. Хорошо, осы жерден басталады. Бастау осы жерден алады, и бияққа. Осы жерден? Самый тяжелый. Так. Алып келесіз. Бірден қолыңыз үйренбейді, конечно, бірақ уақыт өте тез үйреніп кетесіз. Тамаша, жақсы келеді. Өте жақсы. Все. И ортасына да? Иә, сол ортасына қойыңыз. Ну-ка, сейчас. Жақсы. Тамаша. Түсіндім. Бұл и әріпі. Енді қараңыз, оны оқыған кезде соответственно я деген, кәдімгі яблоко деген сияқты, я деген дыбысты береді. И, а, я. И, а, я. Вот мынау и әріпі және мына өзі и, екі и қосылғанда бұл енді кішкене созылмалы идің дыбысын береді. И деп оқисыз. Егер осылай келіп тұрса, и деп оқисыз. Ол бізде кейіннен кездесіп жатады. Ал мынау и мен удыңқы, енді ю демейсіз, ю болып оқылады. Ю. Қайталаймын. Я, и, ю. Тағы да бір рет. Я, и, ю. Тамаша. Енді өзіңіз оқып көріңіз. Ай. Бірінші өзіңіз оқып берейін ба, әлі өзіңіз көресіз ба? Давай өзім попробуем. И. Бірінші қараңыз. И. Я дұрыс. А, и, яй. Иға тоқтап тұр, енді ай болып тоқтайсыз. Ай. А. Тамаша. Ай. Ай. Му. Му. Тамаша. Ай, му. Біріктіреміз. Ай, му. Келесі. Аз. Қата, қате. За. Тамаша. За. И. Тамаша. И. Ю. За. И. Ту. Жоқ. Зай, су. Бұл жерде біз сыны әлі өткен жоқпыз. Тағы да қате кетті. Мынау сияқты бұл әріп қате кетті. Сын өткен жоқ. Маған мән бермеңіз. Үйде деген оқымаңыз. Хорошо. Келесі. Енді мә, и. Тамаша. Ю. Нет, ту. Тамаша. Ну-ка еще раз. Давайте. Так. Май. Ту. Тамаша. Май, ту. Ну, тяжелый, вернее. Ага, дальше. Это будет ра. Әлифтің үстінде тұр ғой, сонда ра болады, мынау. Ра болады. Ра, ю. Ра, ю емес. Ра, ю. Деген кішкене. Өйткені қараңыз, мынау әлифтің үстінде сүкун тұр. Егер осы мимнің үстінде тұрса, мысалы, рам, ю болушы еді. Дұрыс па? Немесе ран, ю болушы еді. Ал енді әлифтің үстінде сүкун тұрғандықтан бұл деген дыбысты береді. Ра, ю.
ю. Ну, кейіннен олай шығады, бірден әрине шықпайды сізде. Ра-ю. Ра-ю. Тамаша. Келесін. Рамы, енді м ғой, мұның үстінде тұр. Рам-ю. Тамаша. Рам-ю. Ю. Енді, так, мы қойды. Мә. Бірінші я, и-а, я. Ага. Я, мә, ну. На. Стоп қой, мына жерде сукун. Тоқтау белгісі. Ну-ка. Я, мә, н. Біріктіріңіз енді. Яман. Яман. Тамаша. Яман. Енді, это мы ғой, да? Мә, мәрі. Тамаша. Мәрі. И ям. Тамаша. Да? Біріктіріңіз енді. Так. Мәрям. Тамаша. Марьям, да? Мариям деген атауы ғой. Осылай жазылады, Мариям деген. Мәрі. Так, мынау, так. Это опять. Тамаша. Я. Жоқ, я емес, майдан тоқтайсыз уже. Яйдың үстінде сукун тұр ғой. Май. Подождите. Май. Мынау май. Мынау вот это же буква, да? Май. Зар. Зар, да? Майзар. Потому что сукун дальше мне это з будет. Так, майзар, ага. Нам болады. Так, это вот это вот, И-ға тоқталасыз. Ага. Мән, да? Тамаша. Дұрыс. Еще раз давайте. Мәймән, да? Алейкум ассалам. Так. Дұрыс. Айман, да? Айман деген атау. Ага. Остановлюсь. Айман. Тағы бір тоқшас па? Аха, оқимын, аха. Асықпай, менің көмегімсіз өзіңіз оқыңыз. Аха. Енді ю, да? Просто ай. Просто ай. Аха. Now ай. Му. Так. З. Ага, айз. Бірінші з-дан бастайсыз. Зай. Соны никак не могу не только, когда сверху, когда снизу, когда сбоку махашады. Всегда, әрқашанда әріпті алып келесіз да, сосын қарақатқа келесіз. З, зай, су. Немесе зының астында и тұрса, зи, су. Немесе зының астында мынандай домма тұрса, мынаның атауы домма деп аталады. Мынау, анау а деген белгі ол фатха деп аталады, негізі атауы. Мынау и деген дыбыс беретін ол кәсра деп аталынады. Ал мынау у деген дыбыс беретін ол домма деп аталынады. Бұны сосын қайталап отырғанда түсінесіз, енді бізге маңыздысы бұл қандай дыбысты беруі, иә? Бірақ сонда да атауын білуіміз керек. Фатха, кәсра, қайталаңыз. Кәсра, домма. Яғни бұлар екінші рөлді атқарады. Әрқашанда бұлар екінші рөлді атқарады. Бірінші сіз әріптін аласыз да, бірінші рөлде әріп, маңыздысы әріп бізде. Әріпті аласыз да, сосын харакатқа кетесіз. Бұлардың атауы, мысалы бұл харакаттар деп аталады. Яғни харакаттар деген қазақ тілінде қысқа дауыстылар деген дыбысты береді. Яғни олар екінші орында. Бірінші орында әріп. Яғни сонымен зай, су. Зай, су, за деп бастайсыз. Мына жерде де әріп тұр ма? Бірінші әріпке көзіңіз түсін. Май, ту. Тамаша. Май, ту. Енді рай, әріптің үстінде тұр. Жаңа карлықтай. Ю. Ю. Коротко. Енді ю. Рам-ю. Ага. Енді, так, бірінші яй әрпі. Яй. Жоқ. Я. Көтерілесіз я әрпімен. И ғой. И-а. Енді и-а демейміз оны. Я. Н. Яман. Тамаша. Яман. Ага. Енді, Мариям. Мариям, аха. Мында. Я. Май, тоқтайсыз. Сукун. Зара. Майзара. Стоп, тоқтайсыз. Майзар. Так, зар. Майзар, аха. Сосын, мында. Жоқ, бірінші әріп. Ай. Бірінші әріп. Тамаша.
н. Тамаша. Майман? Майман. Майман, да? Майман. Ай, ма, н. Айман. Тамаша. Вот здесь, значит, енді қиындығын жаймен оқиға. ай, Асықпай оқыңыз. Ам, мынау жоқ ғой. р, а. Амыр, Ам деп тоқтайсыз. потом р, а, рай, ни. Бірінші көмектесейік, кейін сөзді қалай? Ройни. Ройни. Р-ны дұрыстаған кезде о мен аның ортасындағы прям таза ро деп те дұрыстамаймыз, таза ра деп те дұрыстамаймыз, о деген сияқты дұрыстаймыз. Кішкене екеуінің ортасында ройни. Ни. Тамаша. Түсіндіңіз ба? Тағы оқыңыз. Ройни. Тамаша. Ройни. Now, зи, зай, нуй, зай, ту, тай, ни. Тамаша. Зайтайни. Енді, now, ай, ну, Мим әрпі. да? Айм, Ай деп тоқтайсыз. ай, Енді келесін әріпті алып келесіз. Оған яйды қосасыз. Май. ни. Енді бір келесіз. Айм, май, ни. Тамаша. Ай, май, ни. Сосын, мұнда, это что? Ну, не ғой. Мим әрпі. Май, тоқтайым. Тоқтайсыз. Май, тай, ни. Май, тай, ни. Керемет. Май, тай, ни. Маған келесі сабақта осы 52 секундта оқып беруіңіз керек. 55 секунд деп айтайын. Мына жерге жазып қоямын мен. 55 секундта оқып беруіңіз керек. Пока 55 секундқа жетпейінше оқи бересіз. Сөйтіп маған 55 секундта тапсыруыңыз керексіз.